Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы анардың пайдасы бар ма? Здравствуйте, дети! Тема урока полезен ли гранат? Жаңа сөздер, новые слова. Балалар, мұқият тыңдаймыз. Менімен бірге қайталаймыз. Пайдалы, пайдалы, полезно. Салқын, салқын, холодно. Жылы, жылы, теплый. Ана шырыны пайдалы. Шырын салқын, шырын жылы. Гранатовый сок полезен. Сок холодный, сок теплый. Балалар, жаңа сөздерді дәптерімізге жазамыз. Тыңда, қайтала оқы. Балалар, мұқият тыңдаймыз және менімен бірге қайталаймыз. Анар шырыны пайдалы. Шырын салқын. Анар шырыны пайдалы. Шырын салқын. Қызанақ шырыны пайдалы. Қызанақ шырыны пайдалы. Сәбіз шырыны пайдалы. Шырын жылы. Сәбіз шырыны пайдалы. Шырын жылы. Апельсин шырыны пайдалы. Апельсин шырыны пайдалы. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Отвечайте на вопросы. Балалар, сұраққа жауап берейік. Апельсин шырыны пайдалы ма? Апельсин шырыны пайдалы ма? Я, апельсин шырыны пайдалы. Алма шырыны қандай? Алма шырыны қандай, балалар? Алма шырыны тәтті. Сәбіз шырыны қандай? Сәбіз шырыны қандай? Сәбіз шырыны жылы. Екінші тапсырма, балалар. Мәтінді оқы, читайте текст. Бұл шырын. Это сок. Бұл алма шырыны. Это яблочный сок. Алма шырыны тәтті. Яблочный сок сладкий. Алма шырыны дәмді. Яблочный сок вкусный. Шырын салқын. Сок холодный. Сәбіз шырыны пайдалы. Морковный сок полезен. Балалар, тағы білет оқимын, мұқият тыңдаңыздар. Бұл шырын. Бұл алма шырыны. Алма шырыны тәтті. Алма шырыны дәмді. Шырын салқын. Сәбіз шырыны пайдалы. Балалар, төртінші тапсырма. Сөздерді дұрыстап жаз. Балалар, сіздерге 5 сөз берілген бүгінгі тақырып бойынша. Соларды дұрыстап ретімен қойып, дәптерімізге жазамыз. Мысалы, бірінші берілген сөз сіздерде анар, яғни әріптердің орны ауысқан. Балалар, бүгінгі тақырыпты түсінді деп ойлаймын. Рахмет.